Баршаңызға сәлем, менің каналыма қош келдіңіздер. Мен бүгін осындай керемет дәмді сникерс пирогын жасадым. Рецебімен сіздермен бөлісе кетейін дедім. Міндетті түрде видеоны соңына дейін қараңыздар. Егер де тіркелмеген болсаңыздар, каналыма кіріп, тіркеліп, лайк басып, комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар. Ал кеттік. Бізге қажетті заттар описанияда да көрсетіп кететін болам. Ең алдымен қамырын жасаймыз. Електен өткізілген ұнымызды салып, үстіне какаоымызды, разрыхителімізді және қантымызды барлығын салып, жақсылап араластырамыз. Осылайна жақсылап барлығын араластырамыз. Араластырып болғаннан кейін жаңағы сары майымызбен қамырымызды илейтін боламыз. Мінекей қамырымыз осындай песочный әдемі болады. Үстіне бір жұмыртқа салып, енді қамырымызды жақсылап илейміз. Мінекей осылай жасап болдым. Осындай қамыр шығады. Енді оны сразу формамызға салып дайындаймыз. Қараңыздар, екі бөлікке бөліп, үлкен және кіші бөлікке бөліп, үлкенін осылай астына жайып шықтым. Екінші кіші бөлігін осылайнан шетіне орналастырып шығамыз. Дәл видеода көрсетілгендей жасау керек болады. Мінекей шетін осылай жақсылап тығыздап, және де видеода көрсетілгендей вилкамен осылайнан жасасаңыздар болады. Енді дайын қамырымызды 180 градуста қызып тұрған пешімізге салып 20-25 минутқа пісіріп аламыз. Мінекей мен осылай пісіріп алдым. Енді осыны суыту керек болады. Қамырымыз суып болғанша біз начинкамыз жасаймыз. Вареный сгущенкаға арахис салып 150 грамм екеуін жақсылап араластырамыз. Біздің начинкамыз дайын. Енді суыған қамырымызға начинкамызды салып, тағы да холодильникке қатқанша қойып қоямыз. Енді пирогымызға глазурь жасаймыз. 40 грамм арахисті осылайнан блендерден өткізіп аламыз. Үгітіп алу керек болады. Және сары май мен шоколадымызды микроволновкада дәл осылай ерітіп аламыз. Осылайнан ерітіп, жақсылап араластырып, үстіне арахисімізді, жаңғағымызды саламыз. Барлығын жақсылап араластырамыз, біздің глазуріміз дайын. Енді осы глазурьді пирогымыздың бетіне осылайнан әдемілеп орналастырып шығамыз. Мінекей біздің сникерс пирогымыз да дайын. Осыны енді толықтай қатқанша холодильникке салып қоясыздар. Одан кейін жей беруге болады. Осындай дәмді әдемі болып шықты. Қараңыздар. Мінекей осы дайын түрі. Барлықтарыңызға менімен болғандарыңызға рахмет. Келесі кездескенше сау саламатты болыңыздар.